Амансыздар ма? 20 жыл бұрын Көкшетауда бір үлкен ақсақалды машинамен әкеле жаттым. Сол кісі тура қасымда отырды, алдыңғы сиденьеде. Сонда таңғалғаным, светофор немесе пешеходный переходқа кеп қалған кезде Көкшетаудағы әйелдер, үлкені болсын, кішісі болсын, машинаның алдында отырған ақсақалды көріп, тоқтап, машинамның артынан айналып, жол кеспеген қазақтың ескі дәстүрін көрсеткен. Сонда шіркінай біздің халқымыздың әдебай, дәстүр-ай деп қызығып едім. Міне қазір заман өтті. Астанада көшеде жүргенде байқаймын, біздің қазақтың қыздары, әйелдері бұл дәстүрді мүлдем ұмытқан. Кәдімгідей алдыңнан кесіп өтеді. Білмеймін, заманның ағымы шығар. Не айтайын? Демек, ол қызға әжесі да, анасы да бұл қазақтың дәстүрін үйретпеген. Ер адамның жолын кеспеуді. Білмеймін. Менікі дұрыс па, заманның ағымы дұрыс па? Бәріміз аман болайық.